Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырып articles, ең оңай тақырыптардың бірі. Дәптерімізді, қаламымызды алдымызға қоямыз, назарымызды тек қана сабаққа қоямыз. Жарай ма? Өйткені оңай тақырып болғандықтан азғантай минуттың ішінде қарастырып шығамыз барлық ақпаратты. Бастайық. Жалпы ережені оқып бастаған кезде біздің миымызға келетін бірінші сұрақ не үшін керек? Бұл ереже маған не үшін қажет? Жақсылап есте сақтап алыңдар. Ешқандай ереже, қазақ тілі болсын, ағылшын, орыс тілі болсын, жалпы тілде ереже жайдан жай шықпайды. Яғни аспаннан түсе салмайды. Ол біздің қажеттілігіміз, яғни адамдардың қажеттілігінен шыққан ережелер. Дәл жол, көлік ережесі сияқты. Жолда көліктер бір-бірімен соқтығыспау үшін, авария болмау үшін біз не шығардық адамдар? Ереже шығардық. Дәл солай тілден авария болмау үшін, шетелдік тілде бүйтіп сөйлеп жатып subject пен verb-тің орнына ауыстырып алып, авария болмау үшін бізде ағылшын тілінде ереже шығардық, ағылшындықтар. Дәл осы логикада кез келген жаңа ережені үлкен құлшыныспен үйренеміз. Хорошо? Бір ереже үйрендің бе? Яғни сен бір деңгейге көтерілдің деген сөз. Сол себепті барлық ереже бізге қажет. Ал бастайық. Артикл жалпы қысқаша айтқан кезде ағылшын тілінде зат есімнің алдында қолданылатын көмекші сөз. Бұл жерде назар аудару керек сөз, ол көмекші. Ол міндетті түрде заттардың зат есімнің алдында тұрады. Жалпы артикл ол заттың біріншіден жалпы ма, әлде белгілі нақты зат па, соны анықтау үшін көмектеседі. Одан кейін екінші санына байланысты, яғни сенің айтып тұрған затың біреу ме, әлде одан да көп пе, оны да анықтау үшін кішкентай артикл көмектеседі. Үшінші, бірнеше рет пе, әлде бұрыннан айтылып келе жатқан зат есім бе, оны да анықтауға артикл көмектеседі. Қазір барлығын жеке-жеке қарастырамыз. Ағылшын тілінде артиклді біз үш түрге бөлеміз. Бірінші indefinite article, белгісіз артикл. Екінші definite article, керісінше белгілі артикл деп есептеледі. Яғни бір нақты затты айтқан кезде осы definite articleды қолданамыз. Үшінші zero article, яғни артикл қолданылмайтын сөздерде болады. Қазір оны да қарастырамыз. Бірінші indefinite article. Indefinite articleға бізде a және n сөздері ғана жатады. Яғни осы екі-ақ сөз бізде белгісіз артикл болып есептелінеді. Және мына жердегі кішкентай санға қарайықшы. an тең 1. Не үшін жазылды? Яғни осы екі сөз бізде 1 деген мағынаны білдіреді. Тура сан. Мысалы, қолында бір алма тұр, оны one apple дегеннің орнына an apple десең болады. Яғни екі мағынада да сен алманың біреу екенін айтып тұрсың. Бірақ та бұл бізде тек қана бір-ақ жағдайда, яғни санын айтқан кезде. Онымен қоса, жаңағы an деген сөздер бір немесе әлде бір деген мағынаны білдіреді. Біріншіден, оның көрсететін мағынасы белгісіздік. Екінші, жалпылама бір затты білдіру үшін. Мысалы, жалпы алма. Алманың түрлері көп қой, бірақ та біз оны жалпылама айтып тұрмыз. Жай ғана алма деп, көк алма, нақты қызыл алма деп тұрған жоқпыз. Жалпы бір алма. Және бұл жерде басты назар аудару керек нәрсе a және n-нің қай кезде қолданылатыны. Екеуі бірдей мағынаны білдіргенімен екі түрлі жағдайда қолданылады. Бірінші a-ға назар аударайық. A дауыссыз дыбыстан басталған сөздердің алдында тұрады. Бар болған осы. Бірақ та бұл жерде баса назар аудару керек сөз дыбыс. Өйткені бұл a-ді біз әріпке қарап емес, дауысқа қарап қоямыз. Өйткені ағылшын тілінде білесіңдер, бір әріп екі түрлі дыбысты беру мүмкін, одан да көп дыбыс беру мүмкін. Сол себепті әріпке емес, дыбысқа мән береміз. Егер де сендердің дыбыстап тұрған дыбыстарың дауыссыз болса, онда оның алдына a артиклін қоясыңдар. Мысалы, a book, a cat. Байқасаңдар, зат есіміміз book дауыссыз әріппен басталып тұр, k дауыссыз дыбыспен басталып тұр, Окей. Ал n керісінше дауысты дыбыстан басталған сөздермен қолданылады. Яғни оның алдында жүреді. Ешқашан артиклді жаңағы заттарының артына қойып қоймаңдар. Бұл қате болады. Мысалды қарайық. An apple, an umbrella. Түсінікті, бұл жерде сіздердің зат есімдерің дауысты әріппен басталып тұр.
Мысалды қарайық. I saw a boy. I saw a boy. Мен бір баланы көрдім. Бұл жерде қай бала екені маңызды емес. Яғни жалпы бір ұлды көрдім. Мысалы, жолда өтіп бара жатқанда бір ұлды көріп қалдым. Яғни бұл жерде ол нақты кім екені маңызды емес. Келесі, she is an engineer. Ол инженер. Бұл кезде де біз энді қолданамыз. Бірақ неге? Неге деген сұрақ пайда болады ғой тағы да. Неге біз мамандықты айтқан кезде энді қолданамыз? Ол нақты ғой деген сияқты. Жалпы an біріншіден кәсіп және мамандық атауларын атаған кезде қолданылады. Өйткені бізде доктор, дәрігерлердің түрлері көп, жүрек, ми деген сияқты. Бұл жерде тек қана жалпылама мамандықтың атын айтып тұр. Онымен қоса, мысалы, teacher, мұғалімдіктің де түрлері көп, биология, математика мұғалімі деген сияқты. Яғни жалпылама жай ғана мамандықтың атын айтқан кезде біз артиклді қолданамыз. Мысалы, I am a teacher. Мен мұғаліммін. Жалпы мұғаліммін, бірақ мен өзімнің қай пән мұғалім екенімді айтып тұрған жоқпын ғой. Жалпылама өзімнің мамандығымды. Екінші, бірінші рет айтылған зат есім. Яғни сен бір затты бірінші рет айтып тұрсаң, онда артиклді қолданасың. Мысалы, I bought a car. Мен көлік сатып алдым. Жаңа ғой, жаңа нәрсе. Сол себепті бұндай жағдайда артикл a мен n болады. Үшінші, ол белгісіз біреу дегенде. Яғни, сен адамды немесе затты білмейтін болсаң, кәдімгідей сен үшін белгісіз болса, айтамыз ғой, біреу, бір нәрсе деп. Дәл сондай логикада артикл a мен n-ді қолданасыңдар. Мысалы, a man wants to see you. Бір адам сенімен кездескісі келеді, немесе сені көргісі келеді. Бұл жерде сен ер адамның кім екенін мүлде білмейсің, танымайсың. Сол себепті таныс болмаса, автоматты түрде бірден a немесе n-ді қойсаң болады. Онымен қоса, есте сақтаңдар, a мен n тек қана countable зат есімдермен бірге қолданылады. Uncountable мен ешқашан қоспаңдар, өйткені біз саналмайтын затқа санды қоя алмаймыз, 1-2 деген сияқты. Тек қана саналатын заттың алдына an қоямыз. A rain немесе a sugar дейтін болсаң, әрине бұл сөз қате болады. Тек қана саналатын. Келесі definite article, яғни ол z деген сөз. Өте жиі кездесетін сөз осы z. Қазақша аударатын болсақ, баламасы сол және белгілі бір деген мағынаны білдіреді. Яғни белгілі бір затты, нақты нәрсені көрсеткің келсе, алдына z-ні жалғасаң болғаны. Бұның ережесі кішкене көбірек, қарап шығайық. Бірінші, бұрын айтылған затты айтқан кезде. Жаңа естеріңде болса, бірінші рет айтсақ бір затты, онда n-ді қоятын едік. Ал егерде айтып жатқан заттарың екінші рет, үшінші рет қайталанып жатса, сендер үшін таныс нәрсе болса, онда z-ні қолдансаңдар болады. Мысалы, I saw a dog. The dog was black. Бірінші сөйлемде сендер алғаш рет айттыңдар, мен итті көрдім. Жалпы итті. Одан кейін ол иттің, нақты ол иттің қара түсті екенін айтасыңдар. Түсінікті ме? Жалпы бір итті көрдім, және ол ит қара түсті. Нақты ол ит. Басқа ит емес. Екінші, тыңдаушыға да, айтушыға да белгілі зат болса. Мысалы, can you close the door? Яғни есікті жаба аласың ба? Бұл жерде сені тыңдап тұрған адамға және саған қай есік екені нақты белгілі. Яғни бұл жағдайда сені тыңдап тұрған адамға да және өзіңе де қай есік екені анық. Үшінші, біреу ғана болатын нәрселер. Біздің жер шарымызда бір ғана неповторимый, қайталанбайтын заттарымыз бар. Мысалы, күн және ай. Олар бізде біреу және оның сыңары жоқ. Ондай заттарды біз z-ні қосу арқылы жазамыз. Мысалы, the sun, the moon, the earth. Күн, жер, ай. The Saturn, ғаламшарлар. Осыларды
айтқан кезде зені қоясың. Мысалы, бірінші сөйлем the sun is hot today. Бүгін күн ыстық. Екінші сөйлем we looked at the sky. Біз аспанға қарадық. Аспан да біреу. Аспанның екінші түрі жоқ. Сол себепті the sky болады. Төртінші, нақтылап көрсеткенде қайсы екеніне. Нақты мынау, нақты анау деген сияқты. Мысалы, I want the book on the table. Маған үстелдегі кітап керек. Мысалы, үстелдің үстінде өте көп кітап болуы мүмкін, бірақ та сенің сұрап тұрғаның нақты біреуі. Соны нақтылап көрсету үшін сен the артиклін қолданасың. Кез келген заттың алдына the-ні қойсаң, нақтылықты білдіреді. Орысша точность, точный затты. Бесінші, ең жоғарғы дәрежедегі сын есімдерде. Яғни, ағылшынша ең, самый деген мағынаны білдіру үшін ағылшындықтар the деген сөзді қолданады. This is the best movie. Бұл ең керемет кино. Ең деген жоғары дәрежені көрсетіп тұрған дәл осы the деген сөз. Соңғысы, өзен, теңіз, шөл, тау жоталарының аттарын айтқан кезде the-ні қолданамыз. The Pacific Ocean деген сияқты. Өйткені олар да жер шарында нақты біреу және олардың нақты атаулары бар. Мысалдарды қарастырып көрейік. Осы бойынша 3 мысал. Бірінші, the sun is shining. Нақты күн, біреу ғана. Сол себепті the тұр, күн жарқырап тұр. Shining деген жарқырау дегенді білдіреді. Екінші, I saw the boy. Алдыңғы A мен N-де естеріңде болса I saw a boy дегенбіз. Ол кезде мен бір ұлды көрдім. Ол кезде ол кім екені маңызды болмаған. Ал мына жерде the boy дегенде мен ана баланы көрдім. Яғни сен бұрын айтылған немесе бір бұрыннан білетін баланы айтқан кезде the-ні қолданасың. Соңғы zero article, яғни артиклсіз қолдану. Бірінші, көптік формадағы жалпы зат есімдер. Егерде зат есім көпше болса, оған s жалғанса, онда артиклді мүлдеп қолданбаймыз. Өйткені артикл тұрған жерде біз заттың біреу екенін ғана көрсетеміз. Ал болмаса ол көп деген сөз. Ешқашан болмайды. Көпше зат есімдерге артикл жалғауға мүлдем болмайды. Екінші, сабақ, ғылым, пән атаулары. Жақсылап еске сақтаймыз. Жаңа кәсіпті немесе мамандықты айтқан кезде мен n-ді жалғаймыз дедік. Бірақ та, егер сендердің сөздерің пән немесе бір ғылым, сабақ атауы болса, онда артиклді жалғамаймыз. Мысалы, she studies biology. Ол биологияны оқиды. Мына жерде biology пәннің атауы. Оған the дегенді қосып керек емес. Екінші, he likes math. Математика, ол математиканы жақсы көреді. Математикада бізде пән. They are interested in history. Олар тарихқа қызығады. Сабақтың түрі, пәннің атауы. Сол себепті бұларға қолданбаймыз артиклдарды. Келесі, қала, ел, көше, таулар, атаулары. Бұл жағдайда біз артиклді қолданбаймыз. I live in an Астана. In the Астана. Керек емес. Өйткені біз онсыз да білеміз, Астананың біреу екенін, атау екенін. Жалпы көбінесе бір нәрсенің атын атаған кезде атауы, немесе титулын айтқан кезде артиклдар қолданылмайды. Астана, Алматы. Қаланың ешқандай атауына артикл жалғамаймыз, көшеге де артикл жалғамаймыз, және таулардың атауына. Байқасаңыздар, the-ні үйренген кезде де тауды қостық. Өзен, теңіздің қатарына тауды да қостық. Бұл жерде есте сақтаңыздар. Егерде біз көп тауларды айтатын болсақ, бірнеше тау топтарын айтсақ, онда оған the жалғаймыз. Мысалы, Гималай таулары, Альпі таулары. Бұл жерде нақты біреу ғана емес, немесе бір таудың аты ғана емес, жалпы таулардың тобының атауы. Ондай кезде біз the-ні жалғаймыз.
бір белгілі топты айтқан кезде. Ал енді қайтадан жаңағы зені қолданбайтын кезімізге көшейікші. Вот бұл жерде керісінше сендер таудың атын айтасыңдар, иә? Яғни нақты бір ғана таудың атын атаған кезде зені қоспаймыз. Мысалы, Эверест шыңы. Эверест шыңы 5-6 тау емес қой, біреу ғана. Немесе Фудзи тауы, ол да біреу. Қайталанбайтын жалғыз біреу. Сол себепті оғанда жаңа қаланың атын айтаған сияқты оны да артиклсіз қолданамыз. Өйткені бұл арнайы жалқы есімдер қатарына жатады. Қазақ тілінде жалқы есім деген бар ғой, иә? Қала, адам аты, одан кейін ел, көше атауларын біз не дейміз? Жалқы есімдер деп атаймыз, иә? Тура сол логика осы жерде. Жалқы есімдерге артикл жалғамаймыз. Мысалы, сен өзіңнің атыңды атаған кезде Зе Бота, Зе Нұрдәулет, Зе Айсәуле деп айтпаймыз ғой, иә? Вот тура сондай логика осы жерде жатыр. Бір нәрсенің атын атаған кезде зені қолданбаймыз. Түсіндік пе? Егер түсінбесек, қайттан кері қайтамыз да, қайттан тыңдаймыз видеоны. Келесі саналмайтын зат есімдер жалпы мағынада. Жаңа айттық, егер де затың саналса, онда a мен n-ді қоямыз, ал егер саналмаса, оған мүлде артикл жалғамаймыз. Окей? Өмір бақи есте сақтап алу керек, ереженің бірі осы. Мысалы, water бізде саналмайды. Су, сұйықтықты біз санамаймыз. Сол себепті оның алдына z немесе an деген сияқты артикл жалғамаймыз. Онда қате болады жалғасақ. Дұрысы, water is important, яғни су маңызды. Түсінікті ғой? Судан бөлек бізде күріш, қант жатады uncountableға. Келесі meals. Тағамдар, ас ішу уақыты. Ағылшын тілінде таңғы ас, түскі ас, кешкі ас атаулармен артиклді қолданбаймыз. We had breakfast at 9. Біз таңғы асты 9-да іштік. Окей? Ас ішу уақыты. Окей? Бірақ егер оған сипаттама қосылса, артикл немесе басқа сөздер қолданылады. Мысалы, the dinner was delicious. Кешкі ас дәмді болды. Яғни бір нақты кешкі асты айтып тұр ғой, бұл уақыт емес, ал сенің өзіңнің бұрын немесе жаңа ішкен кешкі асыңды сипаттап тұрсың. Яғни дәл осы кешкі ас өте дәмді болды. Ол кезде біз не істеп тұрмыз? Бір кешкі асты нақтылап тұрмыз. Точно осы. Сон точно дегенді бізде з береді, иә? Нақты. The dinner was delicious. Бұл жерде тыңдаушы бірден түсіну керек. Бұл жаңағы жеген кешкі асы туралы айтып тұр. Жалпы уақыт туралы емес. Мысалы, the dinner with my family деген сияқты ғой. Отбасыммен ішкен таңғы ас немесе кешкі ас. Келесі, we had a big breakfast. Тағы да екінші мысал, біз үлкен таңғы ас іштік. Логикасы дәл солай. Келесі, лауазымдар, титулдар, ресми қызметтерді айтқан кезде артиклді мүлдем қолданбаймыз. Мысалы, she became president. Ол президент болды. Президент ол біреу. Тура жаңағы атаулар айттық қой, көшенің, қаланың аты деген сияқты логикаға келеді. President, chairman, бұлар лауазымдар болып есептелінеді. Жақсы, студенттер, қалай? Ақпаратты жақсы қабылдай алып жатырмыз ба? Егер бір ақпарат түсініксіз болып қалса, міндетті түрде артқа қайтып, жылдамдықты азайтып, немесе үлкейтіп, қайттан көріңдер. Міндетті түрде. Ал дәл қазір кішкене сергіп алу үшін көз жаттығуын жасап жіберейік, иә? Қазір арқаны кеңге салып, оңға солға қарап жаттығу жасаймыз. Ал бастайық. Менімен бірге қайталай, иә? Солға, оңға, солға, оңға. Істеп жатырмыз ба? Солға, оңға, солға, оңға. Тағы да. Қайталаймыз. Енді астыға, үстіге. 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 Жақсы. Енді көзімізбен шексіздік бейнесін саламыз.
3 рет қайталап бірге салайық. 1, 2, 3. Керемет, сергіп алдық па? Енді сабағымызға қайтайық. Жаңа артиклдарды қай кезде қолданбауымыз керектігін қарастырып жатқан болатынбыз. Соны жалғастырайық. Келесі ол sports, яғни спорт түрлері. Ешқашан спорт түрлерін айтқан кезде артикл жалғамаймыз. I play football. She likes tennis. Бірақ та I play the tennis, I play a tennis. Болмайды. Дәл жаңағы пәннің атын атаған сияқты бұл жерде де the мен немесе an-ның қажеті жоқ. Окей? Бұл жерде спорт түрлері деген сөз есте сақтап алайықшы, өйткені the-ның қолданылатын кезі де бар. Тек the-ның. Мысалы, тек нақты іс-шара немесе матч туралы айтсақ, the-ні қолдануға болады. Бұл жерде біз спорттың түрін айтып тұрған жоқпыз, ал іс-шараны айтып тұрмыз. Бір матчты айтып тұрмыз. Мысалы, the football match was exciting. Футбол матчы өте қызық болды. Түсінікті ғой? Бұл жерде біз спорт түрін емес, ал матчты айтып тұрмыз бұл сөйлемде. Сол себепті the деп айтыламыз. Жаңағы the dinner деп айттық қой, нақты бір кешкі ас. Мына жерде де тура солай, нақты бір футбол матчы. Қысқаша айтқан кезде, міне спорт жалпы іс-әрекет кезінде артиклсіз қолданылады. Спорт егер нақты бір оқиға немесе ойын болса, спортсмендердің арасындағы жарыс, онда the-ні қолдансаңдар болады. Бірақ та одан кейін қосымша сөз жалғағандарың дұрысырақ болады, матч сияқты. Онымен қоса тілді айтқан кезде, яғни қазақ тілі, орыс тілін айтқан кезде, онда оған артикл жалғамаймыз. Language, яғни тіл, осы сабақ, ғылым, пән атауларының қатарына кіреді. Сонда I speak the English, немесе I speak a Kazakh language деген қате болады. Дұрысы I speak English, I speak Kazakh. Окей? Жалпы бітті ережелеріміз. Енді бір қызықты ақпараттарға назар аударайық. Мына жерде мағынасын салыстырып көрейікші. Бірінші сөйлем. I saw a doctor. Мен бір дәрігерді көрдім. Яғни қайсы екенің белгісіз және де маңызды емес. Екінші сөйлем. I saw the doctor. Бұл жерде the бар. Мен сол дәрігерді көрдім. Яғни сен бір дәрігер, нақты белгілі бір дәрігерді айтып тұрсың деген сөз. Мысалы, I saw the doctor, одан кейін оның нақты атын айтсаң да болады. Яғни ол дәрігер сен бұрыннан танисың, немесе екінші рет айтып тұрсың ол докторды. Келесі қызықты ақпарат, артикл таңдау әріпке емес, сөздің айтылуына, яғни дыбысқа байланысты болады. Окей? Мысалы, жаңа an apple дедік. N дауысты дыбыстармен бірге қосылады. Бірақ та екінші сөзге назар аударыңдаршы. H әрпімен басталып тұр. Қарасаңдар, H әріпі ол дауыссыз. Бірақ та дыбыстаған кезде ағылшын тілінде H әрпі оқылмай қалады. Яғни дыбысы шықпай қалады. Сонда hour дегенде сендер қандай дыбыс естіп тұрсыңдар? Hour дауысты дыбыс естіп тұрсыңдар, au. Значит, ол N мен айтылады. Дәл солай үшінші сөйлемде х дыбысы шықпайды. Қалай оқылады? Honest man. Шыншыл деген сөзді білдіреді. Бұл жерде де o деген дыбысты естіп тұрмыз, Сол себепті дыбысқа қарай біз n артиклін қоямыз. A емес. Great, молодцы, все, бітті. Сабақ түсінікті болды ма? Ал егер түсініксіз болса, міндетті түрде қайтадан көреміз. Жақсы, goodbye, have a nice day. Конспекттерімді міндетті түрде жіберіңдер.